Ассалаумағалейкум жігіттер. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз. Мен микрофонсыз сөйлесем қалай? Боламын. Естіледі ғой былай? Да, микрофонсыз онда. Жаңа солай жүргізгем. Емін еркін жігіттер. Давайте біріншіне телефон алып тұрсақ бола ма? Өтініш. Бір ғана жағдайда рұқсат. Егерде фото түсірем десеңдер, рұқсат бар. Пайдалы ретінде. Атақ WhatsApp бір нәрсе керек емес. Павлодардан бар ма? Хамзасын ғой? Хамзасын ба? Таныйм ғой. Сосын? Қай лицей ма? Қай жыл түлек? Мен танымайсың не? Қай жыл түлек? Лицей түлек емессің ба? Достық? Қай жыл түлексің? Павлодар десе жақын. Ақтөбеден көппіз ба? Шетем. Ладно. Ойын жігіттер. Құлсарыдан бар ма? Ачо? Кім? Жоқ па? Құлсары жоқ па? Ладно. Есімім Сағадат. Қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімімін. Бар ма қазақ тілі әдебиеттер? Біреу бағана бір жігітті көрдім қазақ тілі әдебиет болған. Сіз? Тағы да бір қазақ тілі әдебиет болды бағана, я? Жалпы лицейлерде уже 10 жылдай болдым, мұғалім болған ма? Сен қай жыл бітірдің? 2022 деп бітірдің, мен 18-де кеттім, сен примерно 7 бітіріп аттың мен келгенде. Кеткенде, примерно. Есімде барсың. Бағана да қарайын, Хамзау дедім да бағана. Ладно. Қазір құндылық деген, құндылықты білесіңдер ма? Ау, ценность. Окей, құндылық деген команданы білесіңдер ма? Кім танисыңдар? Жігер Телефанов танисыңдар ма? Самат Смақов танисыңдар ма? Футболист емес. Футболист емес анау. Бастықты. Мені танисыңдар ма? Ачу мені танымайсыңдар? Ладно, мен кіммін айтайын ба? Ол бар енді, по-любому. По-любому. Сол Жігер мен Самат ағайлардың қасында бір кабинетте отыратын адам ғой. Сол командада тренермін, короче. Павлодарда 2014-2018 жұмыс жасадым. Тәрбиеші болдық, жатақхана меңгеруші болдық, мұғалім болдық, разнорабочий болдық, көп, водитель болдым, бәрі болып шықтым, короче. Сосын Құлсарыда, соңғы жылымды Құлсарыда істедім. Атырау облыс Құлсарыда білім жөнінде, және тәрбие жөнінде орынбасар болдық. Сосын Астанаға кеттік, Астанада қазір тренеріміз. Мен оқушылардың средний возрасты 45+. Кімдерге береміз? Мұғалімдерге курс береміз. Мұғалімдерге, сіздердің бұрын сізге сабақ берген мұғалімдерге береміз. Енді 45+ мен примерно айтып отырмын. Келеді ғой, разнылар келеді әртүрлі. Сол, енді сіздерге келген тақырып, құндылық деген тақырып. Және дұрыс айтады, ценность дейсіз ғой, ценностьтер, иә, ценность. Бірақ ол не үшін бізге керек? Мұғалімға зачем керек? Мұғалімға пайдасы бар ма оның? Себебі қазір, кім бар ғой? Асхат Аймағамбетті танисыздар ма? Асхат Аймағамбетте жалпы бізде көп бағыттар білімнен кіреді, любой курс білімге қатысты болады да. Мектепте бұрын 8 бағыт деген болатын тәрбие жағында. Мындай бір документтер ол кезінде бір Лениннің кезінде пайда болған екен да. Ол шынымен үйретіп жатыр ма? Жоқ, к сожалению. Сосын кімде? Кімде микрофон? Bluetooth ба? Және ағайда ғой Bluetooth. Кімде ағайда Bluetooth точно? Өше саласыз ба ағай? Точно. Сосын айтады, біз сосын құндылық командасы болып кіреміз да, давайте өзгертейік что-то. Что-то ұнамай тұр да бұл нәрсе. Сосын өзгертеміз да, қазір құндылық дегенді 8 бағытты алып тастайды, и құндылыққа 3 бағыт кіреді. Ар-ұят, примерно, солай кіргізеді да. Ол барлығы біздің инициатива болады негізінде. Не үшін? Себебі білесіздер, қазір болашақпен мысалы мектепте білімді үйретеді, бірақ тәрбиені өте қалып қояды да көбінесе. Тәрбие жоқ мүлдем. Ладно, сіздер кейбіреулеріңіз көбіңіз лицейде оқыдыңыздар, более-менее бір нәрсе алдыңыздар, но ауылда оқыған балаларды айтыңыздаршы. Ситуация қандай? Болашаққа барады оқуға, например, болашаққа кетті, бала отансүйгіштікті үйренбеген, жауапкершілікті үйренбеген, и ол мемлекетке қайтып келе ма? Өкінішке қарай жоқ. Енді сіздерге мен бір лайфхак деп айтпаймын, бірақ зато осыны біліп алып, уже мектепке барған кезде примерно білесіз құндылық дегенне, и ол не үшін керек екен, и қаншалықты маңызды екен. Соған айттым. Жақсы түркше білесіздер ма? Түркше. Бағана ағылшын почти білеміз деген, бәрі біледі екен. Түркше лицей оқығанда түркше үйретпей ме не? Түркшеде саадет деген сөз естіп көрдіңіз, саадет деген. Саадет деген сөз бар түркшеде. Саадет. Мен, короче, әкем, мен өзім 94-ші жылғымын да.
Сосын әкем дүниеге келген кезде әкем мен есімімді Сағдат деп қояды. Сағдат емес, Сағдат емес. Сағдат Нұрмағамбетовті білесіңдер ма? Кім ол? Алғашқы қорғаныс министрі. Дұрыс айтты, керемет, супер. Сосын әкем былай газет оқып жатады. Газет оқып, Сағдат дейді, давай, ұлымды Сағдат деп қоя салайын дейді. Сосын мен әкеге айттым, папа, мен қойдым да атымды енді. Мағынасы қандай десем, просто оны аты білмеймін дейді мағынасы. Мен сосын іздендім. Сосын оказывается түрікше үйрене бастадым, лицейге келдім, үйрене бастадым да, Сағдат деген сөз оказывается қандай мағына береді? Ол бар. Құдайға шүкір, енді толып тұр шыншылдық. Ол да бар. Оказывается, бақыт деген мағынаны білдіреді екен. Бақыт, счастье. Орысша счастье дей ма? Сосын арабшадан оказывается Сағдат деген сөз. Көбінесе Сағдат деген қыздардың аты білесіңдер ғой? Маған енді Қазақстанда жалғыз Сағдат ұлым менің ғой. Сосын арабшада Сағдат деген сөз бар екен. Кітапты оқыған кезде Сағдат деген бір ғасырлар бар ғой? Мен туралы жазған жоқ, но примерно. Қандай мағына? Алтын деген мағынаны білдіреді. Енді к чему? Бәрі к чему? Мен рекламаны сол өлтіремін енді. Мен руым Найман. Бәрі батыстың жігіттерісіңдер ғой, сендер, пример, кіші жүз шығасыңдар, е? Орта жүз ба? Ұлы жүзсіңдер ма? Оңтүстіктенсіңдер ма? Ладно, руға бөлінбейміз, жігіттер, бәріміз бір қазақпыз. Неге айтып жатырмын? Просто мақтанғанды жақсы көремін да. Айтып жатқаным, Астанадан келіп, сендерге бақытты әкеліп жатырмын да, бақыт, алтын, күшті нәрсе, щоб сендер бақытты болғандай, короче. Реклама сондай, короче. Ладно, кеттік сабаққа. Папам айтқан ғой, папам шок, көрдің ма, мен саған қандай ат бердім деп қойды маған. Өзі риза. Ладно, құндылық дегеніміз не, жігіттер? Ақша? Неге? Жоқ, дәлелдесін ойын. Неге құнды? Ақша неге құндылық? Құнды. Окей. Ол сен үшін. Ладно. Жоқ, ондай құндылық сұрап отқан жоқпын. Ладно, ол керек, ол қолдың кірі ғой. Оны сұрап отқан жоқпын. Адамгершілік. Тема. Қате жауап жоқ, жігіттер, любой. Любой. Материалдық ақша керек емес. Там, бриллиант, золото керек емес шәсе. Просто рухани болсыншы. Адами, рухани. Керемет. Сосын? Тәрбие. Окей. Вау, тазалық. Окей. Отбасы, білім. Сосын? Ар-ұят, шыншылдық. Жақсы. Сіздерде құндылық қаншалықты деңгейде? Үлкен? Қайдан білесіз? Мысалы, андай бөлінеді ғой, ағылшында бір уровеньдер бар, е? Advanced, там, upper, intermediate деген бар. Сіздерде құндылықтың уровені қандай? Әртүрлі ма? Ладно, сұрақ. Құндылықты қай уақыттан бастап ала бастадыңыздар? Балабақшадан. Или туылғалы ма? Ең алғаш құндылықты сіздерге кім берді? Әкеңіз, шешеңіз, анаңыз енді, мама папаңыз берді, ең алғаш. Окей, ладно. Сосын енді біз дедік, құндылық дегеніміз не деді? Кімге жүгінеміз бірінші? Мамаға жүгінесіздер, окей. Бір нәрсе ақпарат деген кезде кімге жүгінесіңдер? Google-ға жүгінеміз ғой бірінші. Сосын Google атаға айтамыз. Google ата, құндылық дегеніміз не деп сұрасақ, ол бізге былай жауап береді. Яғни құндылық дегеніміз біздің ойымыз бен мінез құлқымызды басшылыққа алатын принцип. Ойымыз деген нәрсе не ол? Сана, ойымыз, миымыз, ақылымыз біздің. Mindset, Ал мінез құлық деген не ол? Эмоция, жүрек. Жүрек. И не айтып жатыр? Егер де миымыз бен жүрегіміз бірігіп жұмыс жасайтын болса, біз құндылықтың түбіне жетеміз. Немесе сол құндылықты болашақ оқушымыздың жүрегіне бере алады екенбіз. Көрдіңіздер ма? Яғни ми, жүрек байланысу керек, сол кезде ғана біз баланың жүрегінің кілтін таба аламыз. Прикол? Екеуі байланыспайтын болса, өкінішке қарай. Егер тек қана мимен ғана жұмыс жасақ, егер тек қана жүрекпен жасақ, тоже жетпейді. Яғни екеуі бірігу керек. Вот сол кезде құндылықты бере аламыз. Ладно, мына суретке қараңыздаршы. Мына жерде кім қате деп отқан жоқпын. Қандай құндылық жетіспейді? Шыдамдылық деді, тәрбие деді, сосын? Вау, неге эмпатия? Баланы түсінбейді. Эмпатия деген не, жігіттер? Бір-бірін түсініп, басқа біреудің орнына өзіңді қоя білу, Окей, эмпатия. Түсіндіңдер ғой эмпатия неге жетіспейтін,
Енді сұрақ. Бұл кішкентай бала үлкен болып көрді ма? Үлкен бала, үлкен кісі кішкентай болып көрді ма? Вот. Осы кезде эмпатия жетіспейді. Мейірімділік жетіспейді. Сосын қатыгездік деген құндылық емес. Ол жаман құндылық. Қатыгездік бар деп тұрсың ғой ішінде. Окей. Сосын? Ал? Шапағат, мейірім шапағат жетіспейді. Окей, келістім. Қандай құндылық жетіспейді осы жерде? Тазалық жетіспейді. Сосын тәрбие жетіспейді. Порядок жетіспейді. Ал? Ұқыптылық жетіспейді. Тәртіп. Ал? Тонап кетті примерно. Тонап отыр. Мына ұрлықшы. Мына ұрлықшы. Ал? Маскамен жүр ғой. Ария жетіп көп, е? Көп, айта берсей көп. Ладно. Бұл кім? Нарутан көрдіңдер ма? Қарадыңдар ма? Ұнады ма? Неге ұнамады? Қарамадыңдар, е? Қарағандарға ұнады ма? Қандай құндылығы бар? Достық, төзімді, дос. Жігіттер, басқа тема кірмейміз, өтініш. Төзімді, дос, сосын адами құндылығы бар. Ұстаз, неге ұстаз? Ал? Соларға ұстаз, е? Окей, сосын? Hard working. Окей, сосын? Батыл, сосын? Адал. Керемет, е? Қарапайым бір анимеге қаншама не айтсақ. Сендер ана аниме қарадыңдар ма, волейбол туралы? Соны көріп, волейболға деген махаббаттарын ашылды ма кейбіреулердің? Көп бала сол үйреніп жүрді. Біздің кезіммен не таңғалам? Мысалы, біз 2000-дарда оқыдық қой енді, 99-2000-дарда. Біздің кезімізде футбол актуальный тема болатын. Қазір көп жастар волейбол актуальный тема. Өткенде қарадым, қыздар баскетбол ойнап жүр ғой. Ема дедім. Бір PlayStation клубқа барсам, қыздар баскетбол ойнап жатыр бір-бірінен. Неге? Өзгеріп жатыр, значит, что-то курс өзгеріп жатыр. Неге айтып жатыр Наруто? Қазір трендта болу керекпіз. Наруто мысалға, қазір министерство бар ғой, образование. Кейбір мақалаларын Нарутомен байланыстырады. Неге? Себебі жағымды персонаж болғандықтан. Мұғалімдерге, біз мұғалімдерге айтамыз, 45 плюстағы мұғалімдер бар ғой, берген кезде, давайте сіз кейбір сабақтың тақырыптарын Наруто деп қойыңызшы деп айтамыз. Яғни мысалға, мен қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Мен егер бүгін Махамбеттің шайқасы деп айтсам, ешқандай бала сабаққа қызықпайды, шыны керек айтыңдаршы. Мен бүгін айтсам, бүгін бізде Махамбет пен Наруто не істейді? Шайқасады деймін. Сабақ анонс кетті ма? Кетті. Сондай сабаққа қызығасыңдар ма? Вау, давай сон сабаққа барамын дейсіңдер ғой. Сосын не қоям? Вен диаграммалық бола кесте қоям. Екі не қоям? Мына жаққа Махамбет, мына жаққа Нарутоны қоям. Сосын айтам, Махамбеттің бойында осындай қасиеттері бар. Нарутоның бойында осындай қасиеттері бар. Екеуіне ортақ қасиет қандай бар деп, ертең балаларға айтам. Балалар не дейді? Олар екеуі де батыр. Екеуінде де күші көп. Андай мындай деп не дейді? Салыстырады. Вот, енді осындай сабақты өткен бала түсіне ма? Махамбет есінде қала ма? Қалады, көрдіңдер ма? Біз мұғалімдерге осыны үйретеміз. Давайте құндылықты тренд арқылы берейік. Давайте кейбір сабақтардың тақырыбын бүгін бізде сабақ Майнкрафт. Елді Майнкрафтпен бір нәрсе. Поколение қызық қой. Қызық. Себебі қасында қандай поколениясыңдар? Z альфа поколение. Z альфа поколение несі? Трендтағы нәрселерді қатты жақсы көреді екенді. И тем более ертең сіздер мұғалім боласыздар. Мен ұсынысым қолдарыңыздан келгенше осылармен байланыстырыңыздар. Астанада бір мұғалім бар. Жас қыз 2001 жылғы қойды. Мен 2001 жылғы сабақтарын осылармен байланыстырып тастайды полностью. Тарих береді, тарих сабағындағы там Бөкей ордасы дейді, какой-то бір не алып келеді. Майнкрафтпен сөйледі. Ема, өткенде несіне бардым мен? Шынымен де. Балаларына неординарный сабақтар береді. И ең қызығы балалары кем емес. Балалар керісінше ЕНТ-дан да, емтихандардан да өзіне керекті балалардың бәрін алып отыр. Окей, ладно. Бұл кісі қандай кино? Погони за счастьем. Супер. Актердің аты кім? Уилл Смит, мына жерде Крис Гарнер болып ойнайды. Әке мен бала туралы, иә? Қандай құндылық бар ішінде? Адалдық, достық, махаббат, төзімділік, шыдамдылық, сосын қарапайымдылық, мақсатқа жете алатын, яғни құндылықтар өте көп. Бұл киноны көрген кезде вау эффект болды ма? Қуандыңдар ма? Ема, тема кино деп. Ладно. Бұл кім? Ал, неге сіздер Джеки Чанды көріп күліп жатсыздар просто? Неге жақсы күліп жатқаны? Неге жымыйдыңыздар Джеки Чанды көріп?
Себебі ол қандай? Комик секілді өзінің рөлдарын солай берген, я? Әкелеріңізбен жасты, мүмкін аталарыңызбен жасты, білмеймін ғой енді бірақ жағымды персонаж, я? Ладно, Джеки Чан қандай құндылықтары бар? Қытай? Ол жақсы, нация Китай, окей. Құндылығы қандай? Бақыт сыйлайды, мейірімділік сыйлайды. Шыдамды, шапшан, окей. Сосын? Альтурист, сосын? Альтурист деген не екен білесіңдер ма? Көпті ойлайтын ба? Керемет, окей. Сосын? Таза, окей, ладно. Неге ол көпті ойлайды деп ойлайсың? Жанашыр ғой енді альтурист деген, неге жанашыр деп ойлайсыңдар? Қан төкпейді, еще ол өзіндегі қайырымдылықпен айналыса бастайды. Ана өзінде кейбір студенттердің прям оқуларын төлеп береді. Өзінде командасы бәрі бар, соларға ақшасын да бәрін жақсы төлеп береді. Бүкіл атын біледі екен да. И өзінің рөлдарын толыққанды өзі ғана орындайды, ешқандай каскадер жоқ. Бүкіл мүшесі сындырып шыққан табанды деп айтсақ болды осы жерде. Табандылық деген құндылық бар. Жақсы, бұл кім? Джим Керри. Қандай кино бар? Маска. Эйс Вентура. Африкаға барған кездері бар, я? Бұл қандай актер? Комик. Жақсы құндылық бере ма? Қандай бір құндылықтары бар? Көңіл күй көтереді, я? Позитивті, я? Мейірімді. Бірақ өмірде ондай емес екен. Өмірінде вообще қиын. Өмірінде күлетіндей жағдай жоқ даже. Всегда депрессиямен жүретін кісі екен, бірақ актерлік шеберлігі бізге жеткізуі уровень вообще басқа. Яғни бұл кісіде құндылық бар. Ал мына кісіні танисыздар ма? Қаныш Имантайұлы Сатпаев. Қай жақтан? Баянауыл деген қай жақ? Бұл мен жерлесім. Бардығын әдей қойып қойдым да. Енді сіздерге бір сұрақ. Бұл кісі туралы оқиғаларды білесіздер ма? Ладно, айтпай қойында, өзім айтып беремін қазір. Бір сұрақ қойыш. Бойы қанша метр? Ал? 160? Емес. Менің бойым қанша? Менің бойым қанша? 183. Мен негізі адамға биікпін негізі. Биік көрдім, я? Енді қараңыздар, мына астында стол тұр. Ана артында үлкен бір шкаф-сервант тұр. Үлкен шкаф-сервант тұр. Адам бойы қанарыңдар қандай? Мен ол кісіге бұлай қарайтын едім. Сен подсказка беріп атам ғой? Мен 183-мін. Солай ма? Бойы 198 сантиметр болған екен. Ой, бай! Үлкен, биік қой, я? Бұлай қарайсың ғана кісіге, я? Бұлай қарайсың. 160 деп айтып ғой баған бері. Ладно, неге айтып атырмын? Бұл кісі кім болды? Академик болды, геолог болды, педагог болды деп айтайық. Бұл кісі енді қазақ делегациясында болған кезде оны шетелге жібереді. Шетелге дегенде Англияға, Великобританияға, сол кезде оның премьер-министрі кім? Уинстон Черчилль. Ол кісінің бойы кішкентай ғой. Мынау кісі келеді, қазақ делегациясымен келген кезде Уинстон Черчилль оған бұлай қарайды екен да. Қазақтың бәрі осындай ма деп сұрақ қояды. Мен ең кішкентайымын, халқым менен де биік деп айтқан ғой. Дейсің да. Ойлаңдаршы, мен ең кішкентайымын, халқым менен де биік деп айтқан. Қандай құндылық жатыр? Мен бұны оқыған кезде, мен бұны естіген кезде жүрегім дүрс етті ғой. Патриоттық сезім, отан сүйгіштік, еліне деген қаншалық жанашыр деген сөз ғой. Қарапайым бір-екі ауыз сөз қаншама бір мағына беріп тұр. Жақсы, бұл кісі енді геолог деп айттық. Сол кезде енді біз Ресейдің қол астында болдық. Білесіңдер, біздің жерімізде Менделеев кестесінің барлығы бар. Біздің жерімізге Европада қызығады, әлі күнге дейін қызығады, басқа шет мемлекеттер де қызығады, араб елдері де қызығады, барлығы қызығады. Сосын сол кезде Мәскеудің, яғни Ресейдің қол астында болған Мәскеудің тапсырмасы бойынша қаныш атамызды неге жібереді? Зерттеуге жібереді. Сен Жезқазған, Сатпаев жаққа барып не тап дейді? Жез бен мыс тап дейді. Мен білмеймін, қаншалықты командамен барады, қазады, не істейді, табады шынымен де. Табады да оның картаға 3-тен 1-ін ғана белгілейді.
Сосын Мәскеуге барады, айтады, ана жақта тағы да жатыр дейді, рудалар жатыр дейді да, бірақ олар әлі піспеген, қолдануға жарамайды, оны ала алмаймыз деп айтқан екен. Оның екі жақын жолдасы болады, кімдер? Жоқ, қазақтар. Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, дұрыс. Әлкей Марғұлан мен Мұхтар Әуезов оның жан жолдастары болады да, оларға айтады, мен 3-тен 1-ін ғана картаға белгіледім дейді. 3-тен 2-ін белгілеу себебім болашақ қазақтың ұрпағына қалдырып кеттім дейді. Вау. Қандай, потолок па? Басқа уровень негізінде. Өзінің өмірімен, өзінің карьерасымен рисковать етіп тұрған адам негізінде. Бірақ халық үшін соны істеп тұр. И шынымен де Құдайға шүкір, қазір енді барлығы кімге біздерге тастап кетті ғой, енді Құдайға шүкір. Енді одан тағы да бір оқиғасы бар. Официальный бір енді ресми деректер бойынша бұл кісі 16 академик тәрбиелеген дейді. Ресми деректер бойынша. Бірақ та менде Баянауылда достарым бар, білесіздер, қазақтар өтірік айтпайды, не істейді? Қазақтар асыра сілтейді. Біз никогда өтірік айтпаймыз. Біз просто чуть-чуть сілтеп жүреміз, асырай. Бірақ чуть-чуть былай. Кей кезде болады ғой, былай айтамыз. Мен балыққа бардым. Еще балық алып келеміз, мындай балық. Но мындай балықтан айырылып қалдым дейміз. Всегда солай ғой. Там бір нәрсе деп отырмын, мен балықты қатты жақсы көремін. Иногда болады, балға келем или балға келмеген кезде мен мындай балықтан айырылып қалдым деймін да. Не істейміз біз? Өтірік айтып жатырмын ба? Жоқ. Мен просто асыра сілтеп жатырмын. Енді сол кезде мен достарым айтады, 46 академик тәрбиелеген дейді. Солай болса қуанамыз, болсын, көбірек болсын. Енді сұрақ туындады, бұл кісі сол 16 академиктің барлығын бір уақытта тәрбиеледі ма дейді. Мен бүгін ғана естідім, бағана қыздардың арасынан бір айтады, тарихшылар мүмкін білетін шығар. Есеновті оқисыздар ма? Сол Есеновтің өзі сол кісінің шәкірті деп айтады ма? Солай ма екен? Солай екен. Алтын адам тапқан кім? Кемал Ақышев тоже осы кісінің шәкірті. Әлкей, ағасының баласы, иә. Сосын Әлкей Марғұлан ғой, Әлкей, сен барып археолог бол деген кісі, дәл осы кісі екен. Дәл осы кісі. Жақсы, неге айтып жатырмын? 16 академикті бір уақытта оқытпаған, ортаға былай, өз ауданына барады, ортаға бір қазан қояды. Қазан қойған кезде енді оң қол берген, сол қол көрмеу ғой шамамен, иә. Не істейді? Бетін жауып тастайды былай. Бетін жауып тастайды да, тек қана байлар, меценаттар ғана емес, барлығын шақырады. Бүкіл халық келеді, там қарасы бар, ауылдың қарапайым, там мал бағатыны бар, барлығы. И не істейді? Байлар келіп ақшасын береді. Ал қарапайым халықта ақша болмаса не істейді? Сол кезде тері деген қатты қымбат. Жылқының терісі, сиыр, қойдың терісін соны береді. Біреу үйіндегі мынасын береді, біреу сары майды әкеп береді деген секілді. Бұл кісі не істейді? Барлығын алады, барып тапсырады, шыққан ақшаға айтады. Мен осы жылы шамамен 2 немесе 3, мүмкін 5 шәкірт тәрбиелей аламын дейді. И солай жылдар бойы оқытып, Құдайға шүкір, кем дегенде ресми деректер бойынша 16 академик тәрбиелеген. Енді неге айтып жатырмын? Көп жерде оны педагог екенін айтылмайды, бірақ осы жерден біз оны педагог деп атаймыз. Яғни не пайда болады? Бір адам Қазақстанның өзінде 16 академик тәрбиелеген. Сосын зерттедік, оказывается, бір мұғалім өз өмірінде кем дегенде 2000 балаға сабақ береді. Енді ойлаңызшы, сіздің алдыңыздан 2000 бала өтеді. И сіз 2000 баланың өміріне әсер ете алсаңыз, одан асқан бақыт жоқ. И қандай бала тәрбиелейсіз? Құндылыққа толған бала тәрбиелейсіз. Көбінесе қазір мұғалімдерге біз курсқа кіреміз бір аптаға. Мұғалімдер айтады, ой, опять курс па дейді да. Потому что неге? Курстан шаршаған. Қандай курс? Чисто білім, бүгін БЖБ, бүгін ТЖБ шаршаған екен да мұғалімдер. И біз сосын айттық, давайте тек қана білімге емес, біз бір новый курс аштық, құндылық деген. Давай біз тәрбиеге кіреміз дедік. Тәрбиеге кіреміз. Енді айтыңыздаршы, тәрбиелі бала ішпейді, шекпейді, жаман заттармен, зиян заттармен айналыспайды. Ол сабақ оқи ма? Әрине оқиды. Яғни неге келіп жатырмыз? Тұжырым мындай. Біз мектептерді зерттедік. Оказывается, тәрбиесін жөндейтін болсақ, автомат түрде білімін бірге алып кетеді екенбіз. Білімі де не істейді? Көтеріледі. Енді ойлаңыздар. Білімді меңгерген, тәрбиені меңгерген, жауапкершілігі бар, отанға деген сүйгіштігі бар бала мектепті бітірсе, сондай шәкірттеріңіз болса қалар ма едіңіздер? Вау, конечно. Вот еліміздің, Назарбаев атамыздың сөзі бар, қандай сөзі бар? Еліміздің ертеңі кімнің қолында? Жастардың қолында дейді. Кімдің қолында? Сіздер және біздердің қолымызда екен.
А қандай жігіттер керек, қандай қыздар керек, қандай мұғалімдер керек? Құндылыққа толы мұғалімдер керек. Енді мен былай айтамын, ата әжесінің қолында өскендер бар ма мұнда? Иә? Ата әженің қолында өскен кезде барлығын түсіндіреді, иә? Мынау Байғазы, мынау Сүйінші, мынау білеміз де шамамен не екенін. Атақ өзіміз өскендер білмейміз көп нәрсені. Енді неге айтып жатырмын? Мен папамнан сұрайын, папам былай айтады: "Ей, Сағадат, сен табалдырықта тұрма" дейді. Табалдырық бар ғой енді, иә? Білесің табалдырық не екен, иә? Үйдің несі. Тұрма дейді маған. Неге десем, жаман болады дейді. Можно поподробнее десем, просто жаман болады дейді. Сосын айтады, түнде тырнағыңды алма дейді. Или түнде сыпырма, немесе жұма күні кір машинамен кір жума дейді. Мен айтамын, неге деп тағы сұрайын да, неге сұрайсам, просто жаман болады дейді. Ең қызығы, менің әкем кезінде өз әке шешесіне немесе аталарынан полноценный информация алған. Оған айтқан, Сүйінші деген ол мынау, Байғазы деген мынау деп айтқан. Әкем оның барлығын меңгеріп алған, мен әкем жамандап отқан жоқ, ойлап қалмаңдар. Бәрін өзі меңгеріп алған, енді маған берейін десе, өкінішке қарай вирус. Флешкамен бере алмай жатыр. И сондай проблема болып отыр қазіргі заманда. Кезінде мына құндылықтар болды, келді, и қазіргі ұрпаққа берейік десек, қабылдамайды, потому что разъем другой, либо вирус бар деген сөз. И біздің миссия қандай? Сол құндылықтарымызды мен айтып жатқан жоқ, мұрымдар деп. Жалпы құндылықтарымызды сол бұрынғы өзіміз менталитет обратно алып келуге. Себебі біз әлемге еш нәрсе үйрете алмаймыз. Біз әлемге мысалы білім бойынша бір нәрсе бар, любой сен жек қояды. Англияға бар, неге бар? Research бойынша, зерттеу бойынша біз жек қояды біліммен. Ол ашық солай. Қазақстанда бір топовый мұғалім жоқ, чтобы Европамен тайталасатын, ол шындығы. Бірақ Европаға нені түсіндіре аламыз? Тәрбиені түсіндіре аламыз. Біздің Қазақстанда единственный күшті нәрсе не бар? Тәрбие. Қандай тәрбие? Вау, тәрбие бар. Біздің менталитеттегі тәрбие ол самый лучший месте, солай айтайын. И оны біз дамытсақ, берсек, вот, әлемге бізде и так-то біз миссиямыз бар. Біз білмеймін енді, болашақта 2 жылдың ішінде әлем деп айтпай қойын, как минимум Европаға шыққымыз келіп жатыр. Вау ғой, епекде. Кім жүр? Сағадат. Кезінде Сағадат маған МДС сабақ берген деп қарап жүресіңдер ғой, ешше. Может шығып қалам, может шығып қалмай, ол тоже не факт. Ладно, өтірік кеттім мен. Енді неге айтып жатырмын? Мынау құндылық не үшін керек? Мынау не? Не бар ішінде? Оттек, су, ауа. Оказывается, біз сол судың ішінде жүрміз да, мынау сулардың құндылық екен. Құндылық бізге ауадай қажет. Енді мен слайдты өлтірем, байқасаңдар енді. Нұрлан аға секілді емес, но чуть-чуть бар. Что-то есть деген секілді. Енді жалпы құндылықтың көп жерде қатты болмағандығынан жас өспірімдерде проблема басталған кенді. Білесіздер, жалпы Маңғыстау облысы бойынша, Маңғыстау облысы Қазақстан номер 1. Қай жағынан? Суицид жағынан. Суицид жағынан номер 1. Күлетін жағдай емес. Ол бар, мен жалпы айтып жатырмын. Қазақстан бойынша жалпы номер 1 осыдан. Жүктіліктен енді неше жағдай екен білмеймін. Кетіп жатыр. Жаңа өзен нем бар ма? Жаңа өзен лудоманиядан номер 1 Қазақстанда. Мысалға. Например, ол неге айтып жатыр, мен енді ашығын айтамын да. Ең бірінші проблема қандай көрсетейін сіздерге, жігіттер? Ең бірінші проблема ол бізде буллинг. Кемсіту, буллингпен өмірлерінде кездестік бәріміз, шыны керек. Андай ұрып соқпаса да, как минимум сөзбен бір нәрсе қалып қойдық. Бывало моменті рас, шынымен болады, е. Оказывается, буллинг деген неге пайда болады? Опять же, құндылықтың жетіспегендігінен. Біз адамның құқығын ұмыт кетеміз, адамның несін ұмыт кетеміз да, несеміз, оның зонасына кір кетеміз да, буллинг жасап тастаймыз. И көбінесе ол қазіргі поколениеде көп. Еще мен айтып жатқаным, бұл жас өспірімдердің проблемасы. И неге? Мысалы, кезінде мен Y поколениям, мен әкем X поколение. И біз енді зерттеу оқимыз ғой. Оказывается, біздің поколение төзімді поколение екен. Бізге айтады, бір нәрсе болады, жарайды деп жүре береміз. Мектепте мұғалім ұрып да, ладно, мұғалімнен таяқ жедім ғой, уровень деп жүре береміз. Біреу бізге тиіседі, біз шеше етпейміз, нормально дейміз. Қазір қандай заман пайда болды? Төзімсіз поколение келе жатыр да. Психология жағынан төзімсіз. Бір нәрсе оқады, былай, бір нәрсе оқады, бітті, енді тапсырма алмай қалды, бітті, мен секірем, өлем. Там қыз бен жігіт жүреді да, по идее әлі неткен жоқ, үйге қалды, бітті, я не могу без себя жить де, үйге депрессия. Мен примерно енді ашшы болса шындығын айтып жатырмын. Неге? Потому что қазіргі поколение опять же төзімсіз.
бұрынғы поколение төзімді болды, и қазірларға буллинг жасан, к сожалению, басқа нәрсе кетіп қалады. Ладно, дальше көрсетейін. Гедонизм деген нәрсе естідіңдер ме өмірлерінде? Гедонизм. Гедонизм не мынау нәрсе ғой? Гедонизм дегеніміз адам өміріне келгендегі ең басты мақсаты өмірдің қызығына бату, ләззат алу. Мен өмірге келдім, есептейтіндер. Мен өмірге келдім, мен я должен кайфовать. Жауапкершіліктен қашатындар. Барлығы миде маған ғана болсын шетіндерді гедонизм дейді. Мысалы, Европада мұндай бар, семья үйленеді, үйленген кезде мы хотим пожить ради себя дейді. Екеуі бала-шаға керек емес дейді, бір итті, бір мысықты асырап алады. Соны киіндіреді, вот мой ребенок деп жүреді. Не істеп жатыр? Жауапкершіліктен қашып жатыр қарапайым. Бізге жат, бірақ бізде де ақырындап кездесіп жатыр. Мен жалпы бұны айтып жатқан жоқпын, неге жауапкершіліктен қашамыз кей кезде. Гедонизм. Не істейміз? Өзіміздің жеке басымызды ғана ойлаймыз. Басқан өмірі не болып жатыр? Мына өмірі, Хамзаның өмірі, мына жігіттің өмірі не болып жатыр? Бізге не важно. Главное, маған өзіме жеке дара басыма рахат. Эгоизм. Соны гедонизм дейміз. Ладно, одан кейін жаңа сіздерге айттым, ең бірінші номер не? Суицид. Бұл рухани күйзеліс. Ең қызығы, сол жасөспірімдер суицид жасап жатқанын білмейді екен. Білмеймін оны не деп арбаға баратын. Олар ойлайды, мен қазір барам, аслам, бітті, мен бүкіл проблемадан құтылып кетемін. Но это не решение негізінде. 2017 жылы Қазақстанда жасөспірімдер әлемде 5-ші орында болды, суицид бойынша. 2012 жылы 2-ші орындамыз. Суицид жасау бойынша ойлаңдаршы. Опять же, неге тірелді? Адам өз өмірінің маңыздылығын сезбеген. Для чего келді, не үшін келді? Непонятно. Осы жақында ғана бізде бір таныс бала өз-өзіне суицид жасады. Өзін жатақханада ремонтмен асып өлтірді. Не үшін? Сөйтсе ол баланың өзіне суицид жасауының бастысы былай Instagram нелердің барлығын қарап отырды. Ол содан суицид жасаудан бір күн алдын өзіне өлетіні туралы Instagram, TikTok-тарға жазып тастаған. И одан кейін оның TikTok-та репост, лайк басқан видеоларын қараса, көптеген адамдар уже барлығын зерттеп отырса да, сол кезде қараса, осы суицидті алып келетін видеоларды көп көргеннен болады. Және де оның басты несі, сол видеолардың ішіндегі нәрсесі осы қазіргі поколениемен өмір сүруге андай не істемес екен. Разы емес екен. Соның кесірінен болады. Вот видите, уайымдайды сол нәрсе. Бізде Құлсарыда мен барған кезде бір түлек бітірген, КБТУ-ға оқуға түседі. КБТУ-да оқу қиын Алматыда. Именно КБТУ-да. Әкесі еще қатал адам екен, военный. Бала летникқа қалып қояды, тапсыра алмай қалады дұрыс нелерін. Летникқа қалып қояды да, екінші қабаттан секіріп қайтыс болады. Жас бала. И бірінші оны тоже іздеген кезде переписка тағы да қызымен ұрысып қалған ол бір, екіншіден әкесіне қорыққандықтан. Тағы да айтам, қазіргі поколение өте төзімсіз. 2020. Бірінші түрек қойдың, бірінші ма, екінші ма, солай шамамен. Но жалпы неге айтқым келмейді, но шынымен де тағы да бұл құндылықты өз өмірімізді түсінбесек, шынымен де осы жағдайға келеміз да. Рухани күйзеліс. Одан еңгісі проблема, зорлық, зомбылық. Мен кей кезде ойлайтын, қалай айтады, дедовщина дейді ғой. Дедовщина тек ұлдардың арасында ғана бар деп ойлайтын, мен өзім ұл болғаннан кейін. Оказывается, қыздардың арасында көп екен. Мен шок болдым. Көп деген қыздардың арасында дейді, бағана қыздармен сөйлесіп жатырмын. Бар дейді, шынымен болған дейді, оказывается. И бұл тоже жаман зорлық, зомбылыққа келеді. Неше түрлі нәрсе бар, қазір там өгей әкесімен, өгей шешесімен тұрады, и неге тоже өз өміріне балда шауып тастайды кейбіреулер. Опять же, бұл үлкен проблемалар неден пайда болды жасөспірімдерде? Жетіспегендіктен, өкінішке қарай. Мен бір құндылықты мақтап жатқан жоқпын, ол барлығымыз ортақ нәрсе ғой. Жалпы оны білуіміз керек. Ладно, кеттік ары қарай. Абай атамыз танисыздар ғой, иә? Абай атамыз 19 ғасырда өмір сүрді, 20 ғасырдың басын көрді. Бұл кісіде мындай сөзі бар. Баланы ең әуелі мейір шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға еңбекке баулы дейді. Не деп жатыр? Ең бірінші мейір шапағатқа, ең бірінші адамның немесе баланың жүрегіне жолын тап дейді. Жүрегіндегі махаббатын оятуымыз керек. Одан кейін нені үйретті дейді? Ақыл парасат.
Ақыл парасатты біз soft skill дейміз. Soft skill деген не ол? Жұмсақ дағдылар. Яғни коммуникация, сосын коллаборация, критическое мышление, креативность. Төртеу пример, тағы да бар, дербестік деген нәрсе бар. Осыларды дамыт дейді, одан кейін нені дамыт дейді? Hard skill'дар. Hard skill деген қандай? Сіздердің мамандықтарыңыз. Ақыл нағыз пайдалы ғылымға дейді. Енді Абай айтты ма бірінші ғылымға үйретіңдер деп? Абай бірінші адам жүрегіне жол тап дейді. Европада неде? Гарвардта мұндай эксперимент болады, бір зерттеу болады. Бір ұжым деген бір жұмыс орында ұжым, бастығы өз ұжымын оқытқысы келеді, дамытқысы келеді да, 171,5 миллион доллар ақша бөледі. Сол ақшаны бөлген кезде 72%-ын сол жұмыскерлердің hard skill'ын дамытуға, яғни өз мамандығы бойынша дамытуға, ал 27,6% ақшасын неге береді? Soft skill дамытуға береді екен. И угадайте, қандай результат болады? Оказывается, 27,6%-ын 85% успешный болып шығады. Аналардың тек 15% успешный болып шығады. Енді сұрақ, сіз мектептің директорысыз. Например, елестетіп көріңіз. Сізге бір вакансия ғана бар, бір адам қабылдай аласыз жұмысқа. Сізге 2 адам келіп тұр. Біреу hard skill, Гарвардта оқып келген, мысалға, күшті білет білімі дегенді математик, топовый математик. Бірақ адамдармен сөйлесе алмайды, сынып жетекші бола алмайды, коммуникация 0. Бірақ мамандығы бойынша топовый. Қазақстанда самый лучший. Екінші адам келеді, өз мамандығы бойынша средний. Бірақ тіл табысқан кезде, коммуникация болған кезде адамдармен тілді күш табысады. Любой ортаға как будто бұрыннан сөйлесіп жүргенде кіріп кетеді. Ну ладно, солай айтайық, примерно. Или Найман деп айтайын. Вот, екеуі келіп тұр алдыңызға. Қайсысын жұмысқа қабылдайсыздар? Неге? Супер, керемет айттыңыздар. Керемет. Асхат Аймағамбет Атамекен деген кәсіпкерлер палатасы бар. Ол 2019 бір зерттеу жасайды. Оказывается, 2018 жылы жоғарғы оқу орнын бітірген түлектердің 25% жұмысқа орналаса алмаған екен. 61 университеттің 50% жуығы примерно жұмысқа тұра алмаған екен. Прикол? Сөз Асхат Аймағамбет бір ұсыныс береді. 2019 жылы. Давайте біз университетте 100-лік баллдықпен бағалайды осылерде. 90 мен 100 алсаң, саған 5 деген сөзде, примерно қызыл дипломға барасың деген. Давайте соны біз 50 балл қылайық. Ал қалған 50 балл soft skill дамытайық. 50 hard skill, 50 soft skill. Сол екеуімен бағалайық, солай етейік. Неге? Чтоб үлкен өмірге шыққан кезде бала дайын болатындай. Потому что біз өкінішке қарай мектепте бізге тек hard skill, университетке барамыз hard skill, бірақ бізге soft skill ешкім үйретпейді. Өкінішке қарай. Иә? И сол кезде адамдар жұмысқа барған кезде тұра алмай қалады екен да. И сондай ұсыныс болды, кейбір университеттер қазір қолданып жатыр. И ол негізі пайдасын береді шынымен де. Окей. Неге айтып жатырмын? Мен жалпы екі түрлі мұғалімді көрдім істеген кезде. Жаңа айтқандай бір топовый мұғалім келді. Ол айтады, мен олимпиадамен айналыса бастайды. Ол прям өз hard skill күшті дамыған, бірақ балалармен шай ішпейді вообще. И білесіздер ме не? Ешқандай баласы орын алмайды. Максимум патолог облыс. Екінші мұғалімнің балалары бар. Адам өз мамандығын өмірінде олимпиадчик болмаған. Бірақ та не істейді? Шай дегенді өлтіреді енді. Күнде шай, активити, анамнан жасайды. И ең қызығы сол кісінің балалары респа мен мировойдың чемпиондары. Неге? Тағы да. Адамның бірінші жүрегіне жолын табуын керек. Одан кейінісі soft skill'ді үйрету керек, ең түбінде өзіне керек пайдалы hard skill'ді үйрету керек біз. Вот сол кезде баланың жолына, жүрегіне жол таба аламыз. Тропинка жасаймыз ғой ең бастысы. Содан кейін жақсы ары қарай кеттік. Бұл ғалымдар ғой енді. Міржақып Дулатовтың бір сөзі бар. Жалғыз білім үйретуге емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру керек. Бағана ағаларымыз басында айтты ғой, Әл-Фарабидің қандай сөзі бар? Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қаш жауы. Көрдіңіздер ма? Яғни тәрбие маңызды. Жүсіпбек Аймауытов айтады, баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге. Неге айтып жатырмын жігіттер? Жас күнде көрген өнеге, яғни әке шешеңізден көресіздер. Сосын балабақшаға барасыздар, 1-ден 4-ке барасыздар, көшеге барасыздар, білмеймін жалпы. Тәрбие маңызды.
Жақсы, кеттік, ары қазір оны түсіндіріп беремін. Қандай фигура? Трапеция. Егер де үстіне былай қойсам, үшбұрыш немесе пирамида. Үшбұрыш геометрияда ең мықты фигура, білесіңдер, әрбір бұрышы 60 градусқа тең. Егер де ол бұрышы 59 немесе 61 градус болатын болса, автомат түрде өзінің күшін жойып кетеді. Үштік одақ дейді көбінесе мектептерде. Қалай ол? Ата-ана, мектеп, оқушы, оқушы, мұғалім емес, оқушы. Яғни бұл үштік одақ. Бір-бірімен жұмыс жасау керек. Енді бұл жерді қараңыздаршы. Искусственный интеллект өлтіремін енді. Үйреніп алдым недавно. Фотоны енді спокойно жасайын қазір. Туысқандарыма жіберемін ғой, как будто өзім салғандай айтамын ғой. Ауылдағылар түсінбейді, нормально. Мынау біріншісі қандай мезгіл? Қыс. Одан кейін көктем, жаз. Қандай бір ұқсастықтары бар? Далада жүрген кезде ағашты көрдіңдер ма? Өмірлерінде ағаш көрдіңдер ғой, Ақтауда ағаш аз ба? Қызылорданың жігіттері бар ма? Сендерде ағаш жоқ дейді. Ол рас па, өтірік па? Или миф па? Бар, Бар, окей. Просто жай сұрағаным ғой. Енді біз не істейміз, ағашты көрген кезде тек сырт келбетін ғана көреміз, Әдемі. Ол сырт келбеті адамдағы білім секілді. Біз адамды сырт келбетінен бағалаймыз. Мына жігітті көрем, не істеймін? Мен оның біліммен, менімен сөйлескеннен не етем? Сен білімің осындай екен деп айтам, Неге? Ол білімін көрсетіп тұр себебі. Қызығы, қыстың күні жапырақтары жоқ ағаштың. Ол қар болады, боран болады, дауыл болады, землетрясение болады. Тұра ма қалпында? Тұрады. Көктем келеді, бүршік жара бастайды. Неше түрлі балшық, лужа. Тұра ма ағаш? Тұрады. Жаз келеді, жапырақтар жайқала бастайды, жап-жасыл, күн ыстық. Сол күннің ыстығына төзеп береді. Одан кейінгісі құрт құмырсқалар келе бастайды, тарақандар келе бастайды. Соның барлығына көнеді ағаш, Одан да өтеді. Күз келеді, сарғаяды, жерге түскетеді, жалаңаш қалып қояды. Күн суыта бастайды, непонятный бір погода келеді, мынау жаңбыр. Ағаш тұра ма? Ненің арқасында тұр ағаш? Тамырдың арқасында тұр екен. Яғни құндылық дегеніміз ағаштағы тамыр іспеттес екен, тәрізді. Неге айтып жатырмын? Ертең бір проблема болады өмірлерінде. Шетелге шығасыңдар, бір жерге шығасыңдар, адамдармен сөйлесесіңдер, сендерді дауыл болсын, жел болсын, жаңбыр болсын, аяз болсын, еш нәрседе қозғалта алмайды, егер де мықты құндылықтарың болатын болса. Ешқандай шетелдің азаматы, ешкім, мүлдем ешкім. Ойлаңыздаршы, жерге қатты кіріп кеткен, қатты өскен тамырды қолмен жұла аламыз ба? Жұла алмаймыз. Бір трактор керек, эскаватор жұлып аламыз, ол қопарылып, өзін үлкен бір орнын қалдырып кетеді. Тағы да неге байланысты? Құндылыққа байланысты. Көрдіңіздер ма? Құндылық адамға соншалықты маңызды, үйдің бір фундаменті секілді екенді. Оның үстіне сіз қанша 20 этаж ба, Абу-Даби плаза секілді үй салып тастайсыз ба, разница жоқ. Главное, фундамент берік болу керек. Фундамент деген сөз не ол? Оның суы, оның цементі, оның құмы бәрі пропорционально болу керек. Мен мысалдарды өлтіремін енді. Байқаған шығарсыздар, Иногда мақтап тұрсаңдар, мен так сөйлей алмай қалам иногда. Молодец па? Все, ладно. Хватит, нормально. Кете берейін ба? Сондай жігіттер. Ол түсінікті ғой мысал, Енді біздің жалпы кез келген нәрсенің өзіндік бір миссиясы бар. Бұл миссия ойлаймын, тек қана бізге емес, жалпы сіздерге де ортақ деп ойлаймын. Біздің мақсат қандай? Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген. Сондай оқушылар керек па? Құндылықтар бойына сіңірген керек па? Заманауи білімдерді меңгерген, заманға сай білімдерді меңгерген. Бәсекеге қабілетті деген сөз, кез келген азаматпен, шетелдікі болсынмен бәсекеге түсе алатын, және де дені сау, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. Осындай ұрпақ болса, немесе сіздер сол болсаңыздар, сіздердің оқытатын оқушыларыңыз осындай болса, еліміз дамый ма? Конечно. Мен ойлаймын, кез келген мемлекетті бір қарапайым мектеппен дамытып тастауға болады деп ойлаймын. Қалай? Қолымыздағы бар алтындарды не істейміз? Жылтыратамыз. 2000 оқушы өте ме? 2000 оқушыға барлығын береміз, түбінде үлкен бір академиктер шығарамыз ба? Хотя бы академик болмаса да құндылығы бар азаматтар, азаматшалар шығарамыз ба? Ладно, кеттік ары қарай.
Енді мен сіздерге мынаны әкелдім. Қазір тағы бір қосымша тақырып, ішінде әдеттері бар да. Әдеттерді бір айтып кетсем, бола ма? Болады, рұқсат па? Все. Арасына рұқсат беріп тұрыңдар. Жалпы әдет деген нәрсені не ол әдет? Окей. Әдет бір қалыптастырып көрдіңіздер ме бойларыңызда? Қалай? Бір 21 күн, окей, сосын? Маңыздылығын түсіну. Бір бар ма мұнда адам, мен 2024 от келді, мен өзіме жоспар құрдым бір жылға деген. Қалай құрдыңыз? Не деп құрдыңыз, айтыңызшы? Ну, примерно, просто мысал ретінде. Бағыт бойынша, X-Mind'да бар ғой. Бағыт бойынша білім, рухани жақ, спорт жақ. IQ, PQ деп құртсадыз, Окей, орындалып отыр ма? Орындалып отыр. А бар ма бұл адам 2020 жыл мен бойымда осындай бір күшті әдет қалыптастырдым деген адам бар ма? Қандай? Привычка. Соны қалыптастыра алдыңыз, Керемет, окей. Әдет, жаңа сіз айттыңыз, 21 күнде қалыптасады. Ол шын ба? Сонда қанша күн? 40, Қанша? 63 күн, сосын? Окей. Нақты білмейсіңдер ма? Атомный привычка оқыдыңдар ма? Көбінесе айтады 254 дейді. Оказывается, 254 күн бойы бір істі істеп жүрсеңіз, келесі күні автомат түрде істеп кетесіз, потому что как будто бір нәрсе жетпей жатқан секілді. Уже не істейсіз, өзіңіз мұқтаж бола бастайсыз қарапайым. Ол ашығы солай. Мен көрдім шынымен де 21 күн бойы ұйықтамайын деп, тип алтыда тұрып жүргем, не действует? По-любому кетіп қалады екенсің иногда. Неге айтып жатырмын? 21 күнде мүмкін қалыптасуы мүмкін, бірақ үлкен әдеттер қалыптаса алмайды 21 күнде. Оған уақыт керек. Ну, ол возможно, бірінші ғана ступенькасы ғой. Дальше больше. Бұны білесіздер ма? Танисыздар ма бұл Дэйв Брейлсфорд дегенді? Тренер. Атомный привычка керек. Аз көреміз кім оқыды оқымаған. Атомный привычкалар жазылған. Қазір мен суымды алсайшы, сори. Кім бұл кісі? Не істейді? Олар әрбір іске келгенде жеке каждый неге дейін массажный неге дейін. Атомный привычка барлығы оқыды ма? Дэйв Брейсфилд деген кісіні Англияда велокоманданың тренер ретінде алады. Sky деген команда, Sky. Бұл Sky Тур де Франста 100 жылма болған ұр, чемпион болмаған. Тур де Франс деген жарыс бар. Сосын бұл кісіні велоспорт федерация шақыртады. Біздегі мақсат қандай? Чемпион болу. И бұл кісінің ең бірінші жасайтын нәрсесі басқалардан бөлек күнделікті 1%-ке жақсарту, бір затқа жақсарту. Мынау велосипедтің сидушкасы бар ғой? Сол сидушканы басқаша қыла бастайды. Велосипедтің салмағы мысалы 200 грамм болса, жоқ, бұл салмақты 100 грамм қылу керек деп айтады примерно. Если оның дөңгелектері мындай болса, давайте оның жіңішке қылайық чуть-чуть дейді. Сосын айтады, бұл жігіттер что-то ұйқылары қанбай жүр, давайте бұларға басқа бір ерекше бір жастық алып берейік дейді. И сол жастықпен апарады. Что-то мыналардың массажный гельдері бар ғой, жарамайды. Давай гельдерін басқаша алайық дейді. Что-то мыналардың спорттағы тренажерка жаман екен, давай басқа тренажерка алайық деп, не істейді? Күнделікті бір нәрсені жасайды деген, массаж деген бәрін қоса бастайды. До того уже адамдағы киім бар ғой, сол киімнің өзі ауыр деп, оны да жеңілдете бастайды мүлдем. Уже велосипедтің саусақпен көтеретін велосипед болған ғой. И бұл кісілер не істейді? 2012 жылы Тур де Франста чемпион болады. 2012 жыл чемпиондыққа жетеді. И 2012 жыл Лондонда Олимпиада болады, білесіздер, Сол Олимпиадада 70% алтынды Англияға кетеді ғой. Қарапайым бір әдеттер деңіз бар ғой. 2013 жыл тағы да бұл кісілер не істейді? Тур де Франста чемпион болады. Өмірі Sky деген команда чемпион болмай, қарапайым бір кісі келіп күнделікті 1%-дан жақсарта берген
түбінде не пайда болды? Чемпиондық пайда болды. 70% Лондон Олимпиадасын велогонкасын жеңіп кеткен ғой. Ал бұл атомный привычки деген кітап бар ғой. Сол кітапта жазылған. Жақсы, сағат неше аға? 6-ға 7 минут қалды ма? Нормально. Егер де самолет дерлік Алматыдан Нью-Йоркқа бағытпен ұшады. Ол бағытпен ұшу үшін оның бір диспетчерлар болады ғой, иә? Типа сен бұлай келу керексің, бұлай келу керексің, туман болып жатыр деп айтады, иә, хабарлайды алдына. Енді ойлаңыздаршы, вот Алматыдан шыққан самолет әуеде 1 градусқа қисайып кететін болсашы жолы. Иә, оказывается, примерно Нью-Йоркқа ұшып баратқан самолет барата Бразилияға қонады ғой. Мындай разница көрдіңіздер ма? Ең басындағы 1 градус түбінде 10.000 километрға дейін ұзарып кеткен. Басындағы 1 градус қана. Или бұлай айтайын, әкелеріңізге үй салуға көмектестіңіздер ма? Или көрдіңіздер ма? Мынау бірінші фундамент салып алады ғой. Сосын кірпіш сала бастайды. Кірпіш салатқан кезде сала бастайды, и чуть-чуть 1 градусқа қисық кетіп қалса, оны білесіздер ме, қай кезде біледі? Төбені жапқан кезде біледі ғой. Бір жағында 1 сантиметр, екінші жақ төбе 15 сантиметр ғой. Неге? Изначально 1 градус қате кетіп қалғандан. Немесе мамаларымызда көйлек бір нәрсе тігеді ғой. Тіккен кезде басында чуть-чуть 1 градус қате кетіп қалса, көйлектің вообще басқа бір шетіне шығып кетеді. Почему? Изначально 1 градус қисық болып кеткен. Яғни неге айтып жатырмын? Оказывается, адамның өмірінде 1% деген нәрсе үлкен бір рөлді атқарады. Қазір оны көрсетемін мысалдармен. Енді жалпы ми және әдет екеуі почти бір синоним секілді ғой. Екеуі бір-біріне маңызды. Біз бір нәрсе жасап жүреміз, бір күн желание болмай қалады. Ол денеміздің ауырғанынан емес, просто миымызда проблема болғандықтан қарапайым. Ең сосын қарадық, оказывается, біздің күнделікті жасайтын іс-әрекеттеріміз бар ғой. Таңертең тұрамыз, тіс тазалаймыз, барамыз, зарядка жасаймыз, жүреміз, тамақ ішеміз, ол барлығы күнделікті әрекеттеріміз 40% әдеттен тұрады екен. Күнделікті әрекеттеріміз 40% әдеттен тұрады. Сосын адамның денесінде көптеген миллиардтаған жасушалар бар. Соның 100 миллиард жасушасы адамның миында екен де қарапайым. Миында. И біз айтамыз ғой, мына ми, қарасаңыздар, мидың өзінде бір қыртыстары бар. Неше түрлі бір пресс қоқсаған бар, көріп тұрсыздар ма? Ол не деген сөз? Ол нейрондар. Ол байланыстар. Өмірдеріңізде көрдіңіздер ма? Бір тоғайда, мысалы тоғайда бір шөп өсіп жатады жолда. Егер сол жолмен 1 жыл бойы жүретін болсаңыз, не бола бастайды? Жол пайда болады, е? Именно сол жерде шөп өспейді. Бірақ та сол жерден жарты жыл жүрмей қойсаңыз не болады? Обратно шөп өсе бастайды екен да. И сол секілді әдет, күнделікті сол әдетті жасай беретін болса, ол миымызда нейрондар байланыса бастайды да, жаңағыдай жол секілді болып қалады, и осындай қыртыстар пайда болады екен да. Ал егер біз сол әдеттерді керісінше жасамайтын болсақ, жолда кетеді, енді қыртыстар да кете бастайды. Кей кезде болады, мысалы біз память нашар дейміз да. Ал бірақ кітап оқимыз, бір нәрсе жасаған кезде память күшті бола бастайды. Неге? Ол себебі миымызда қыртыстар пайда болды деген сөз. Көрдіңіздер ма? Яғни бір нейрон, жаңағы бір қыртыс, ол 15.000 байланыс екен да. Егер де біз бойымызда әдеттерді қалыптастыра алатын болсақ, уже оған мотивация деген ерік жігер, сила воля керек емес. Оған тек қана біз энергия ғана жұмсаймыз. Соншалықты біз дамытуымыз керек бойымызды. Неге? Таңертең мысалы сіздер тіс тазалайсыздар. Не? Максимум энергия ғана кетеді ғой. Бірақ сила воля кетті ма? Сила воля кеткен жоқ. Тренировка жасайсыздар. Сіздерде сила воля кетті ма? Кеткен жоқ. Не кетті? Энергия ғана кетті қарапайым. И біз соны әдет қылыптассақ, біз тек қана энергия жұмсаймыз. Мотивация деген уже керек емес. Не істейміз? Қалыптастыруымыз керек. А қалай қалыптастырамыз? Кем дегенде 21 күн деп жатсыздар, бірақ ғалымдардың айтуы бойынша 250-254 күн кем дегенде. И потом уже как будто жетіспей жатқандай боласыздар да. И не айтып жатырмын, адам оказывается өз өмірін кем дегенде 1 жыл ішінде өзгерте салады. Хорошую сторону. Кеттік ары қарай. Жаңа айттым, я, егер де адам күнделікті өмірін 1,1% өзгертем десе, атом бар ғой, атом деген қандай бөлшек? Ең кішкентай бөлшек. Ойлаңыздаршы, күнделікті бір атомнан енгізе беретін болсақ өмірімізде, 365 күнде біз 37,7% өседі екенбіз. 1 жылдың ішінде.
37,7% өсеміз, 1%. Неге айтып жатырмын? Күнделікті атом қосылса, ол түбінде не пайда болады? Молекула болады. Кей кезде ойлаймыз ғой, мен кішкентай бүгін істеймін, ол пайдасы жоқ. Я, оның пайдасын бүгін көрмейсің, ертең көрмейсің, бірақ бір жылдан кейін ол очевидно болып тұрады. Ал керісінше, егер де біз өзімізді 1,1% кемітетін болсақ, точнее 0,99%-ға, 365 күн ішінде біз түбінде 0,3 болып қаламыз. Қайсы жақсы? Өскен жақсы әрине. Ал керісінше кеміте берсек, жалқаулығымыз тап, түбінде 0 боламыз, ешкім болмай қаламыз. Өкінішке қарай. Ладно, дальше. Кей кезде біз адамдарды қараймыз. Кей кезде айтамыз, ой, Мбаппе деген супер звезда. Вау, Мбаппе күшті, өмірі рахат деген Мбаппе дейміз. Криштианоның өмірі вообще рахат, е? Захотел досына Rolex сыйлайды. Захотел мамасына Lamborghini сыйлайды, мысалға. Қызғамыз ғой енді, ашығы солай ғой енді. Айтамыз, мынаның өмірі рахат деген дейміз. Или Димаш Құдайберген қараймыз, Димаш Құдайберген молодец, күшті екен. Бай ғой бұл деп айтамыз. По идее біз оның арқасында не болып отқан көрмейміз ғой. Мысалы, мына фокусникті қараңыз. Мен өткенде бір видео қарадым. Бір адам бүгін бастайды екен да, бұлай. Жонглирование бар ғой. Басында 2 доппен бастайды, тук-тук-тук 2 доппен бастайды. Түс қала береді. Уже айтады, сегодня уже 500-ші күн дейді, адам уже 6-7 шарик тауылған қарамайсы дейді, бұлай. Неге? Ол күндермен дамиды екен да, қазір. Күнделікті 1% и дамыған. И мысалға біз сақтан ар жағында отырамыз да, бұл фокусниктің әдемі жағын ғана көреміз. Бірақ ол осыған жету үшін 20 жыл бойы қаншалықты тренировка қылған екен да. Усейн Болт, білесіздер, Усейн Болтты барлықтарыңыз. Неше секундта жүгіріп тастайды? 9-да 54 па, сол секундта 100 метр жүгіріп тастайды да. Бүкіл әлем, вау, шок, әлем ең мықты адам. А Усейн Болт не деп айтады? Мен чтоб 10 секундты жүгіріп тастау үшін 20 жыл бойы тренировка қылдым дейді. 20 жыл бойы тастамаған, чтоб 10 секундта нені жүгіріп тастау үшін да. А біз не істейміз? Кей кезде бір нәрсені бастаймыз да, орта жолда тастап кетеміз, бітті, мен қолымнан келмейді дейміз. А по идее ол тек қана бастамасы. Мүмкін неудачалар болуы мүмкін, мың шақты тарелка жаруымыз мүмкін, но күндердің бір күнде халық сізден тамсанатындай деңгейге жетеміз. Көрдіңіздер ма? Соншалықты маңызды. Ладно, кеттік дальше. Бамбук деген ағашты білесіздер ғой? Бамбук неше жыл бойы өспейді? 5 жыл бойы бамбук деген атымен жоқ қой. И ол 5 жылдың ішінде өзінің почвасы бар, астындағы тамырын бар ғой, соны нығайтады екен, 5 жыл бойы нығайта бастайды. И какой-то 5 жылдан кейін резко өсе бастайды ғой. Ешкім күтпеген скоростьпен өсе бастайды. Я, вот көрдіңіздер, күнделікті метрден қоса бастайды, үлкен бір бамбук ағашына айналады. Бірақ 5 жыл бойы бамбук туралы біреу білді ма? Білген жоқ. И сол секілді сіздерде де солай. 5 жыл бойы, ладно, сізді ешкім естімей қойсын, білмей қойыңыз. Сіз 5 жыл бойы кітап оқыңызшы, просто айтам. 5 жылдан қандай боласыздар? Толыққанды адам боламыз. Адамдарға басқа бір эффект береміз. Неге? Себебі 5 жыл бойы өзін дамытты неге секілді. Не істедіңіз? 5 жыл бойы өзіңізге құнарлығыңызды, тамырыңызды, құндылықтарыңызды деп айтайын, барлығын мықты қылдыңыз. Ладно. Жалпы әдеттер адамға жұмыс жасайды. Оның өзіндік бір кезеңдері бар. Біріншісі стимул, екіншісі қалау, реакция, марапат. Телефон звондайды. Мысалы, телефон звондаған кезде стимул пайда бола ма? Аха, стимул пайда болды. Сосын қандай қалау басталады? Кім звондап жатыр екен? Қалау ма? Желание. Одан кейінсі реакция қандай болады? Барасыздар, телефонды былай ұстайсыздар. И сосын басасыздар, сөйлесесіздер, не болды? Марапат болды ғой, ләззат ала бастайсыздар. О, алло дейсіздер де. Көрдіңіздер ма? Кезеңдері бар. Немесе қарын ашады. Ораза деп ойлаңыздаршы, ораза. Оразада асқазаннан неше түрлі бір бұрық деген дауыстар шыға бастайды, е? Ол стимул. Ол стимул пайда бастады, сосын қалаулары басталады. Бүгін кешке ауыз ашарға мен испанский чизкейк жеймін. Мен бүгін кешке ауыз ашарға макрюбе жеймін дейміз да. Не істедік? Қалаулар басталды. Сосын ауыз ашарға 2 сағат қалды, әрекет жасай бастаймыз, реакция қандай? Либо сол
магазинға барамыз, либо сол кісіге айтамыз да заказ бере бастаймыз. Либо да мамамызға, ағаларымызға. Реакция болды, заказ беріп неттік. И сосын ойлаңыздар, кешке ауышатын уақыты кірді, тоқа кірді, су іше бастайды, тамақ ішкен кезде, ох, қандай марапат, ләззат алу. Көрдіңіздер ма? Әдетте 4 түрлі кезең болады. Енді оны басша былай да айтады. Жалпы 4 ереже дейді. Біріншісі байқау, жаңағы стимул секілді ғой. Екіншісі не ол? Ұнату, жеңілдету және ләззат алу. Қазір әрқайсымен жеке-жеке танысамыз. Енді байқау дегеніміз, жалпы байқампаздық дейміз. Жалпы заттарды, кейбір заттарды орындай алмаймыз ғой. Не істейміз? Оны көз алдымызға қоюымыз керек. Неге мысалы біз үйге барған кезде жұмыс жасай алмаймыз? Одан көрдіңіздер ма? Потому что біз үйге барған кезде бізде уже привычка қандай? Кухня деген сөз, ол тамақ ішетін бөлме деген сөз. Бізге солай қалыптасқан миымызда. И біз не істейміз? Тек қана тамақ ішеміз онда. Спальня деген сөз, ол тек қана ұйықтайтын бөлме деген сөз. Ванна ол тек жуынатын бөлме, ал зал дегеніміз ол жатып кино қарайтын бөлме. Бізде миымызда сол қалып қойды ма? Қалып қойды. Оказывается, осындай бір әдеттер бар. Егер де бір нәрсе жасаған кезде, өзінің көз алдына қоюымыз керек. Мысалға, сіз кітап оқыңыз келеді жатардың алдында, бірақ желание болмайды. Сіз барасыз, жастықтың үстіне кітап қоясыз, сосын жуынуға барасыз. Жуынып келесіз де, көресіз кітаптың тұрған, не істейсіз? Оқисыз кітапты. Потому что көз алдыңызда тұр. Немесе сіз тренировкамен айналсам деп бір қатты тасып тұрады энергияңыз кей кезде. Энергиямен тасып тұрады, ертең мен тренировкамен айналсам, и не істеу керек? Сол заттарды сол күні уже салып тастау керек сумкаға. Потому что таңертең тренировка желания болмайды точно. Ол шыны керек. И таңертең сумканы алып кетесіз, жұмысқа барасыз, оқуға барасыз, көресіз, не істейсіз? Жасайсыз, потому что оны кеше дайындап қойдыңыз деген сөз. Яғни неге айтып жатырмын? Егер кейбір нәрсені жасағыларыңыз келсе, өзіңіздің көз алдыңызға, мұрныңыз алдына қойыңыздар, себебі ертең оны обязательно жасайсыз деген сөз. Ладно, енді жалпы мұндай бір үздік тәсіл бар. Үздік тәсіл дегеніміз, мен мына уақытта және мына жерде мына іспен айналсам деген осындай тәсіл бар. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Уақыт, жер, іс. Медитациямен айналысатын кісі бар ма? Медитациямен айналыспайсыздар ма? Ұяласыздар ма айналысуға? Медитациямен тек қыздар айналыса ма? Жоқ. Медитация деген ол неме ол? Рефлексия ғой. Рефлексия жасайсыздар ма? Ладно. Қалай? Бар ма адамдар? Я, ладно, сол йога деп айтпаймын, йога деген сақтасын, Құдай сақтасын. Просто отырып жеке бөлмеде былай. Ойлану, қалай? Қайда? Душта? Ойбай. Душта медитация жасап көрмеппін? Ну ладно, попробую. Но негізінде ешкім мазаламайтын жалғыз болған кезде ғана. Бала шаға болмау керек, іні бауырлар болмау, адамдар болмау керек қасында. Енді қалай айтам, қараңыздар. Күнде таңертең сағат 7-де, күнде таңертең сағат 7 деген сөз ол не? Уақыт. Залда 1 минут бойы, залда жер. Медитация жасаймын. Не істеді? Іс. Бірінші уақытын белгіледі. Одан кейін жерін белгіледі. Одан кейін немен айналысатын беді. Бұл әдетті қалыптастыратын ең үздік тәсілдердің бірі екен. Егер де әдет қалыптастырғыларыңыз келсе, оның уақытын, оның жерін және қандай іспен айналысатын белгілеп жазып қою керекпіз. Обязательно. Сол кезде әдетті қалыптастыруға бір жол береміз. Немесе әдеттерді бір-біріне жалғауымыз керек. Цеп секілді ғой, цеп жалғаймыз. Қалай? Мысалы, сізде ескі әдет бар, қазір оны көрсетемін қандай екен. Ескі әдеттен кейін мен жаңа әдетті жасаймын дейміз да. Мысалы осындай. Таңғы шай ішесіздер ғой, иә? Ну, ладно, бағана олдар көбінесе ішпейді енді, ашығы сол ғой. Ну, ішеміз деп елестет көріңіздер. Я ішпейсіздер ғой, мен көп ішпеймін студент болған кезде. Әлі күнге дейін ішпеймін менде болады. Асық кетемін, всегда асық жүреміз ғой олар. Ішесіздер ма? Ну, представьте, ішесіздер, ладно, я? Ну, ішесіздер. Условно, ішесіздер. Таңғы асты ішу деген сөз, ол сіздің бұрынғы әдет негізі, итакты қалыптасқан, потому что сіз оны қалайсыз ғой, тамақ қой енді ол. И таңғы шайымды ішіп болған соң 60 секунд уақытында не істеймін? Медитацияға арнаймыз. Қандай тәсіл? Бұрынғы ескі әдетпен, жаман емес, бұрынғы ескі әдетпен жаңа әдетті бір-біріне қосу деген сөз. Түсінікті ғой, бұл? Таңғы ас ішесіз, таңғы астан кейін обязательно медитация жасаймын.
И солай енгізу керекпіз, бір-біріне байлауымыз керек оларды. Байлауымыз керек. Ладно, ары қарай кеттік. Пайдалы іспен, екінші ұнатуымыз керек, пайдалы іспен жағымды істі байланыстыруымыз керек. Қалай? Мысалға бір формула бар. Қазіргі әдет бар ғой, бойымызда мысалы, қазіргі әдеттен өзіме қажетті әдет істеймін. Қазіргі әдеттен кейін өзіме қажетті әдет істеймін. Өзіме қажетті әдеттен кейін өзім қалайтын. Адамда болады, қажетті әдет болады, и қалайтын әдет болады. Білесіздер, е? Екеуі екі түрлі нәрсе. Бар ғой өзде өмірлеріңізде. Давайте мысал мұндай. Таңғы асты ішіп болған соң кітап оқимын. Таңғы асты ішіп деген сөз ол қазіргі әдет. Қазіргі әдет таңғы ас ішу деген сөз. Окей? Таңғы ас ішкеннен кейін кітап оқимын деген сөз ол өзіңізге қажетті әдет. Кітап оқу қажет қой, ә? Ол қажетті әдет. Мүмкін кейбір адамдар бар, кітап оқиды, бірақ қажет болғандықтан ғана оқиды. Одан рахат алмайтын адамдар бар. Одан кейін кітап оқып болған соң не істеймін? Жаңалықтар көремін, немесе Инстаграмда отырамын деп айтуымыз керек. Осындай әдістер бар, мысалы 25 минут жұмыс жасау керек, и какой-то 5 минутын Инстаграм біраз шұқылауымыз керек. Неге? Қалау деген нәрсе бар. Егер де біз тек қана қажет дейтін болсақ, қалаудың несін өлтіріп тастасақ, күндердің бір күнде осы қажетті тастап кетеміз. А қалауды орындау арқылы бұл қажетке жағдай жасайды дегенімізді, и қажет деген әдеттеріміз өмірде қалып қоймайды. Түсіндіңіздер ма? Себебі адамның кез келген адамда өзінде бір нәпсілері бар, е? Не істейміз? Инстаграм шұқылағымыз келеді кезде. Шұқылағымыз келеді ғой шынымен, е? Ну, например, TikTok, Instagram, ладно, басқа бір нәрсе болсын, жаңалықтар көрдіңіз, кино көрдіңіз, келеді ғой. Вот, сол нәрсені айттым. Instagram деп примерно бір не болды ғой, жай, мысал ретінде болды, шаблон ғой. Және де одан кейінсі жеңілдету керекпіз. Біз всегда бір нәрсемен айналысатын болсақ, сразу бәрін алып тастаймыз ғой. Бүкіл жіптің басын ұстап аламыз да не істейміз? Барлығын жасай аламыз деп ойлаймыз. Өкінішке қарай барлығын жіберіп аламыз да ешқайсысын жасамай қоямыз. Максимум 2 апта. 2 аптадан қоямыз. И не істеуімізге жеңілдету керекпіз, кедергілерді азайтуымыз керек. 2 минут ережесі деген қандай ереже? 2 минут только 2 минут дегенде бәрі тастаймыз 2 минут. Арнайы кете береді, е? Сила воли деген кітап оқыдыңыздар ма? Ерік жігер. Сила волида мына нәрсе бар. Мысалы, мен тренировкамен айналысып жүрмін, правила 10 минут деген нәрсе бар. Мен мысалы тренировкамен айналысып жүрмін, и мен тәтті құмармын. Тәтті жегім келіп жатқан кезде мен өзіме 10 минут беру керекпін. Ойланатындай. Если мен бұл тәттіні жейтін болсам, мен бүкіл тренировкам босқа. Ал керісінше жемейтін болсам, мен тренировкам одан да күшті болады деп айтамын да, не істеймін? Өзімнің ерік жігермен сөйлесе бастаймын. Яғни мұны правила 10 минут дейді. И сол секілді 2 минутта бар, тоже жеңілдетуіміз керек. Кейбір нәрсені 2 минутта жасап тастаймыз, и өзіміз жеңілдете бастаймыз. Қалай? Кедергілерді азайтамыз. Мысалға қараңыздаршы. Дуалинго дейсіздер ма? Или кітап оқу деген бір әдет болсын. Мысалы, кітап оқу кезінде адамда 3 түрлі не болу керек. Біреуі минимум деген сөз, сол күні именно шаршап тұрсыз мысалға. Болды кейде күш болмайды, дым істегің келмейді. Ал 100% дегеніміз сіздің күнделікті өміріңіз. Ал максимум дегеніміз кей кезде біз андай жошып тұрамыз, бір нәрсе болып тұрады, энергия тасып тұрады, я көп оқығың келеді, бәрін істегің келеді. И былай айтамын. Сіз кітап оқу деген әдетті алдыңыз, трекерға белгілеп жүрсіз, и шаршаған күні болса, кем дегенде бір бет оқу керексіз. Шаршап тұрған күні. А когда сіздің энергияңыз нормада болған кезде, біз не істейміз? 10 бет кітап оқимыз. Ал когда бізде энергиямыз тасып тұрған кезде 25 бет немесе одан да көп бет кітап оқи береміз. Мысалы, дуалинго ойнайсыздар, я? Дуалингода ударный режим деген нәрсе бар, я? Күнделікті ойнасаң, сен жана береді. И қарайсың бір күн адам 150 күн сізде ударный режим. И бір күн ойнамай қалсаң, бәрі өшіп қалады, и өкініш пайда болады ғой негізінде. И мен өзім ойнаймын дуалинго. Менде қазір неше? 172 күн ба? Аз ба? Мақтанып жатырмын тағы да. Ладно. И мен иногда шаршаймын. Иногда болады, жұмыста шаршайсың, настроение болмайды. Мен хотя бы бір тапсырманы орындауым керек, чтобы ударный режимде қалу үшін. Но менде если норма болса, мен не істеймін? Мен 2 кружокты орындап тастаймын. Если мен нормальный энергиям болса. А иногда болады, мен ағылшыншаны қатты үйренгім келіп кетеді. Мен бір модульді бітіріп тастайтында иногда энергиям болады.
Мен не істедім? Мен әдетті тастадым ба? Тастаған да жоқпын. Себебі білесіздер, әдетті бір күн өткізіп алуға болады, ничего страшного. Бірақ 2 күн қатарынан қалып қойған әдет, ол уже новый әдет қалыптастырып жатырмыз. Жаман әдет қалыптастырып жатырмыз. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да өзіміздің әдеттерге 3 түрлі уровень қойыңыздар. Минимум, норма, максимум деген нәрсе. Сол кезде әдеттер бізде жақсы қалыптасады екен. Жақсы, одан кейін әрі қарай кеттік. Әрбір жасаған ісімізден не істеуіміз керек? Ләззат алуымыз керек. Сонда марапатын алу керекпіз. Трекер жасап көрдіңіздер ма? Трекер. Трекер деген нәрсе, мысалы адам холодильник қылып қоясың. Habit дейсіз де, мысалы 30 күн бойы менде челлендж. 30 күн бойы тәтті жемеймін. 30 күн бойы мен бүгін не істемеймін, там, оннан кейін ұйықтаймын. 30 күн бойы мен 2 литр су ішемін деп өзіңізге бір habit қойып тастайсыз, привычка қойып тастайсыз. Сосын плюс немесе галочка қоя бастайсыз күнделікті. И 20-21 күннен кейін ана галочкаларды көріп не бастайсыз, автоматты түрде ол сізді жігерлендіре бастайды. Потому что көзбен көріп жатсыз деген сөз. Соншалықты пайдасы бар, трекердің көзбен көрген кезде адам өз несіне тамсана бастайды. Оказывается, менің қолымнан келеді екен ғой деп. Өзімізден мақтана бастаймыз. Енді ол қалай айтады, мысалға, үздіксіз жасауға тырысуымыз керек. Жаңа айттым, 2 рет қайталауға болмайды. Және де 2 рет қатарынан өткізіп алған әдет уже новый әдет, жаман әдет қалыптастырады. И былай айтам, егер де біз жақсы әдеттерді қалыптастыратын болсақ, оны еще құндылыққа байлайтын болсақ, біз қандай адам боламыз? Толыққанды адам боламыз. Толыққанды адам боламыз. Ал гений аутсайдер деген кітап оқып көрдіңіздер ма? Оқыдыңыздар. Айтады, егер де адам өз мамандығының топ маманы болғысы келсе, супер маман болса, өз мамандығында 10 000 сағат бөлу керек дейді. 10 000 сағат. 10 000 сағат деген ол андай, именно 1-2 жылда емес, жалпы өміріңізде. Оның ішіне сіздің университетте оқыған теорияңызды кіреді, жұмыс жасайтын практикаңыз кіреді, мектепте оқыған теорияңыз барлығы кіреді. И сол барлығы 10 000 сағат болса, әлемдегі самый лучший мұғалім сіз боласыз. Әлемдегі. Билл Гейтс Microsoft ойлап тапты. Қалай? 10 000 сағат бөлгеннен кейін ғана. Сосын Қазақстандағы топовый мұғалімдерді білесіздер, я? Например. Түрк ағай, Муаммергүлді білесіздер ма? Қазақстанда самый топовый мұғалім Муаммергүл мысалы. Сағадат ағай, ол ауылдағы может. Муаммергүлді енді қараған кезде, оказывается, Муаммергүл өз мамандығында 4 000 сағат бөлген екен да. Қазақстанда самый топовый маман болсын 4 000, 5 000 сағат бөлу керек. Әлемде топовый маман болсын 10 000 сағат бөлу керекпіз. Мүмкін ба? Мүмкін. Күнделікті 2 сағаттан, 1,5 сағаттан мамандыққа бөлетін болсақ, әлемдегі ең мықты маман біз болып шығамыз. Бұл ау? Неше жылда жоқ өміріңізде. Оның ішінде тек қана теория ғана емес, жалпы теория мен практика кіреді. Енді жалпы айтып жатырмын ғой. Біз толыққанды адам болу керекпіз. Толыққанды адам болу үшін бізге не керек? 4 Q керек. Қандай Q? PQ, IQ, EQ, SQ. PQ деген не? Сіздердің физикалық қабілеттеріңіз, футболға, волейболға, спортқа деген құмарлықтарыңыз, икемділіктеріңіз барлығы физикалық интеллект екен да. Ау? Ну ладно, ол да кіреді, я. Дұрыс айтасыз, я. Дұрыс тамақтану деген. Ол барлығы PQ. Ал сіздердің қазір мұғалімдікте оқып жатсыздар. Жалпы білімге ақыл ойларыңыз бар ғой, оның барлығын интеллектуалды, не қандай? IQ дейміз, IQ. Ал сіздердің депрессия төзімділіктеріңіз, эмоцияңыз басқара алатындарыңыз, бағана сіз айтқандай. Ол барлығы не? Эмоционалды, emotional дейді, эмоционалды интеллект. Және ең соңғы интеллект қандай? Рухани. SQ рухани немесе духовный дейді. Қазақта мақал бар. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Білекті деген қандай деген сөз? Мықты деген сөз ғой, я? Там арым ресіппен айналды. Например, пример айттым мен. И ойлаңыздар, егер де сол, сіз егер де PQ-іңіз, яғни физикалық жақсы болсаңыздар, кем дегенде біреуді жығасыздар, кем дегенде. Егер де физикалық даныларыңыз күшті болатын болса. Солай ғой, я?
Бұл мақаланы жазып алыңыздар, есте сақтап алыңыздар. Авторы Сағадат Исаластарға. Егер де біз білімді болатын болсақ, IQ-мыз мықты болатын болса, біз олимпиадаларға қатысамыз десеміз, кем дегенде 1000-ды жығамыз ба? Уже физикалық 1-ді жығады, IQ мықты 1000-ды жығады. Ал егер де эмоционалды мықты болатын болсақ, біз 10000-ды жыға алады екенбіз. А егер де SQ рухани мықты болатын болсақ, жер жақындағы миллиард жыға аламыз. Енді неге айтып жатырмын? Физикалық болған маңызды ма? Маңызды, бірақ одан да маңызды не нәрсе бар? Ақыл деген нәрсе бар, IQ бар. IQ маңызды ма? Маңызды, бірақ одан да маңызды не бар? Эмоция бар. Бірақ эмоциядан да маңызды нәрсе не бар? Рухани, жүрек. Оказывается, рухани мықты болатын болсақ, әлемде миллиардты бағындыра алады екен санаңыздаршы. Қандай мақал шықты сонымен? Миллиард жығады. Неге бұл мақалды құрастырдық? Сіздер ұмыт қалмасын деп құрастырдық. Жақсы, енді жалпы физикалық көрсеткіштерімізді дамытқымыз келсе, осындай кітаптар ұсынамыз. Яғни, как слышать свое тело и управлять эмоциями, қалай тамақ, дұрыс тамақтану деген секілді. Дұрыс тамақтану керек, еш, двигайся, спи деген секілді осындай кітаптар ұсынамыз. Мына кітаптарды оқысаңыз шамамен денеңізді түсінесіз ғой. Ал, кем дегенде уже біреуді жығып тастайсыздар точно. Одан есе IQ-нызға осындай кітаптар ұсынам. Атомные привычки Джеймс Клирдің кітабы жаңа мысалдарын берген барлық осы жерде. Топовый кітап, бір күнде оқылатын кітаптар бұлар. Оқыңыздар. Одан есе қараңыздар, Шкалата мен Қазақстан 20 ақиқат растың кітаптары бар. Мен Шкалатаны таңертең бастадым, кешке бірақ бітірдім да. Бір күнде эффект деген вау болды. Ондай кітап оқымаған шығармын деп ойладым. Қалай дұрыс сынып жетекші бола білуді үйретеді мұнда. Қандай сынып жетекші болу керек? IQ маңызды ма? EQ маңызды ма деген секілді. Қазақстан 20 қалған 2 саны көрінбейді. Ол 2 санды өзіңіз қойып аласыз. 2050-де көресіз ба, 2100 жылы көресіз ба, ол сіздің фантазияңызға байланысты. Бұл кітап біраз фантазия әлемде. Егер де Қазақстан болашақта осындай болса, қалай болар еді? Қазақстан үлкен бір держава болады. Сол державаға келеді де, осы ғалымдарды бізге берші, біз мемлекетімізді дамытып алайық. Немесе қалалардың арасындағы расстояние 1,5 сағаттық пойызбен жүретіндей болады. Уже налоговыйға қағаздармен емес, Каспий арқылы 1 минутта отчет бере салатындары бар. Школа самоваров деген бар. Сабақты басқаша, қазір традиционный емес, басқаша бір методпен береді. Вау, эффект болады. Шкалата деген кітапта бір сынып жетекші сыныптағы бұзық балаларды қалай мамандық таңдауға үйретті. Кибер спортпен айналысатын жігітті қалай өзіне тартып алды. Жаман оқитын балаларды қалай біріктірді. Эмоцияға әлсіз баланы қалай өзіне ортаға тартып алды. Сол туралы айтады. Ал ол негізінде мұғалім емес. Ол просто қарапайым адам мұғалім болғысы келген. Оказывается, тағы айтам, soft skill маңыздырақ негізінде. Сосын воспламеняй своим словом деген ораторлық қабілеттер. Мұғалім болам, кім болам, қалай сөйлеуге болады, қалай аудиторияны бағындыруға болады. Старителлинг дегеніміз не? Басында 40 секунд қалай сөйлеу, соны үйретеді ішінде. Жүйе деген кітап бар, Жігер ағамыздың өмірімізді жүйелей білу, ретімен қою, тайм менеджмент деген секілді нәрсе үйретеді. Сделано, что прилипать, мысалға біз кей кезде идея жеткіземіз, идеяларымызды жеткізе алмаймыз өкінішке қарай. Ол бір құлақтан кіреді, бір құлақтан шығып кетеді. Ал бұл жерде сол идеяны жеткізген кезде, адамға кірген кезде бір скотч секілді жабыс қалады, и ол идея күшті болатындай соны үйретеді екен. Идеяны жеткізуді үйретеді. Money азбука денег как раз сіздерге керек, ақшаны стипендия береді. Вроде мен 100 000 теңге стипендия аламын, бірақ қалай оны жұмсаймын деген секілді. Соны үйретеді. Және ең үсті тонкое искусство пофигизма 189 бет. Кей кезде біз жұрттың сөзімен жүреміз. Жұрт айтты, мынау айтты, сол сөздерді құлақтың сыртынан қалай өткізуге болатынын үйретеді. Яғни эмоцияға төзімділік. Яғни не айтып жатырмын? Қарапайым осы секілді кітаптар көп. Осы кітаптарды оқу арқылы кем дегенде өзіңіздің бойыңыздағы IQ-ды белгілі бір деңгейін дамыта аласыз. Енді сұрақ туындауы мүмкін, неге Сағадат ағай бізге тек қана орысша кітаптар ұсынып отыр? Өкінішке қарай қазақша кітаптар жоқ. Бар кітаптар, бірақ аудармалары өте қиын. Гибкое сознание, ау?
Жүйе қазақша, ол енді өзіміздің жігіт істеді ғой. Жалпы көбінесе орысша ішінде. Мысалы, гибкое сознание деген кітап 1995-те шықты ғой шамамен. Қазақстанда ол 2022-лерде ма, 2021-лерде аударылды только. Чуть-чуть қалып қойып жатырмыз. Сол үшін айтып жатырмын ғой, сіздер керексіздер. Сіздер керексіздер, чтоб ертең дамытатындай. Бізде профессиональный переводчиктер жоқ әлі күнге дейін. Мысалы, мен шынымен де қазақша оқыдым, орысша оқыдым гибкое сознаниесін. Орысшасын көбірек түсіндім, қазақшасын вообще түсінген жоқпын. Мен қазақ тілі пәнінің мұғалімі еще. Неге айтып жатырмын? Сіздер керексіздер тағы да. Сіздер аудару керексіздер, сіздер дамыту керексіздер. Немесе сондай оқушыларды, шәкірттер сіздер оқыту керексіздер. Енді эмоциональный интеллект, почему он может знать больше, чем IQ деген секілді. Мынау баланың эмоциясын үйренуіміз керек. Және де Мағжан Жұмабаевтың педагогика деген кітабы бар. Оқыдыңыздар ма? Супер кітап. Мен таңғалдырған қазақтың кітаптарының бірі осы. Мен қазақ әдебиетінің мұғалімі ғой, бірақ әдебиетті оқығанды ұнатпаймын, бірден айтайын. Келесін, анау, мынау, там махаббат, бір нәрсе өлтіріп ұнамайды маған. Бір конкретный бір нәрсе жоқ. Оқисың мұғалім болғандықтан, бірақ педагогикада мен таңғалған нәрсем 0 жастан бастап баланы қалай тәрбиелеуге болатынын үйретеді. Ең таңғалдырған нәрсе баланың киімін үлкен адам киіммен бірге жұмалап кітаптың ішінде жазылған. Қалай? Мен таңғалдырды. Неге айтып жатырмын? Бұл сіздерге жаднама, бір справочник ретінде болды. Ертең мұғалім болған кезде қолдану керексіздер. Өте маңызды. Және де ең соңғы рухани, жаңа айттым ғой. Рухани мықты болатын болсақ, жер жақында миллиардтарды етеміз. Опять же қайда? Жүрекке байланысты. Ол Қайрат Жолдыбайұлының кітабы бар, Кемел адам деген кітаптары бар. Енді біз біреуін ғана ұсындық, өкінішке қарай көп кітап ұсына алмаймыз экранға. Сондықтан өздеріңіз көресіздер, оқитындарыңыз оқисыздар, себебі жалпы рухани не деген ол тонкий граница да. Мына жаққа кірсең Будда ренжиді, мына жаққа кірсең христиан ренжиді, мына жаққа кірсең анау ренжиді, и нейтрально жүруіміз керек, короче. И біз примерно осыны ұсындық. И Абайдың осындай керемет сөздері бар. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Ақыл дегеніміз IQ, қайрат дегеніміз PQ, жүрек дегеніміз EQ мен SQ. Осы төртеуі бірігіп ұстайтын болсаңыз, сол кезде ғана толық боласыз, сол кезде ғана елден бөлек боласыз деген. Бұны ойлаңыздаршы, адам 19 ғасырда 21 ғасырдың актуальный темаларын қозғап тұр ғой. Дана ма? Дана әрине. Сол айтамын. Жалпы жігіттер осы, мен жұмыс орным Құлсарыдағы ешші. Бол жігіттер. Ұнады деген үміттемін. Сұрақ бар ма? Мен как минимум білмеймін деп жауап беркедем. Как минимум. Гарант берем. Өтірік жауап бермеймін. Ал. Құндылық неге маңызды деп ойлайсыздар ғой? Ойлаңыздаршы, мысалға, сіз мұғалім, бір класс сіз барасыз мысалға. Мұғалімсіз сынып жетекші. Мектептерде құндылық бермейді деп айтпаймын. Мектептерде құндылық берді, сіздер де сол құндылықты оқыдыңыздар, ауылда берді, өкінішке қарай жүйе жоқ тек қана. Мына кісі сынып жетекші кіреді, мен бүгінгі тақырыбым адалдық тақырыбы деп адалдықты түсіндіреді. Мына кісі сол кісінің сыныптың тәрбиешісі. Керетте бүгінгі біздің тақырып қандай? Мейірімділік дейді. Адалдық, мейірімділік. Тәрбие жөнінде орынбасар болып сіз кіресіз де, бүгінгі тақырып еңбекқорлық дейсіз. Сосын іс-шаралар болады, сіз физкультура пәнінің мұғалімісіз не дейсіз? Бүгін бізде отансүйгіштік дейсіз. Сосын ана жақта пән мұғалімдері кіреді, ынтымақтастық. Мына кісі кіреді, басқа бір жанашырлық. Әркім әртүрлі бір ай бойы балаға неше түрлі жүздеген информация беріп тастайды. Құндылық беріліп жатыр ма? Беріліп жатыр. Бірақ бала оны қабылдай ма? Қабылдамай, себебі миында каша пайда болады. Енді ойлаңыздаршы, сіз адалдықты берсеңіз, сіз сол өз сабағыңызды сынып сағатында адалдық, сіз тәрбиеші ретінде адалдық, тұжыр ретінде адалдық, әркім бір ай бойы адалдықты беретін болсақ, бала жарты айдан кейін айдың сонда, ұстаздарым маған адалдықты түсіндіргісі келген екен. Яғни мектептің қабырғалары соған сәйкес, іс-шаралары соған сәйкес, балада қалыптаса ма? Әрине қалыптасады екен да. Енді бір мысал берейін, мысалға ойлаңыздаршы. Кола аппарат тұрады, кола аппаратын алып келсе университетке. Қанша кола өтеді шамамен? 100 кола. Оны білетші, мысалы білетші. Айтпай ақ қойыңыз. Енді оның қасына тағы да бір пепси аппарат алып келсем,
50'de 50 ма? 150 анау, 150 анау. Неге? Көрдіңіздер ма? 200-200-ден сатылып кетеді примерно. Неге? Потому что выбор. Бағана ең бірінші кола тұрған кезде мен кола ішемін бе, ішпеймін бе деген вариант болды ғой. Ал мынау екінші аппарат келген кезде қайсысын ішемін деген вариант пайда бола бастады. Пепси ма, кола ішпеймін деген вариант жоқ. Сіздердің Ақтаудағы плаза бар ғой, мол бар ма? Барасыздар, мысалы киім, ұлдардың киімі мысалы бір қатарда тұрады, байқадыңыздар ма? Мына Остинға барасыз, Остиндағы бір көйлек деймін, бір шалбарына қалды сізге. Бағасы 1900 теңге. Сол Вайкикиға барасыз, дәл сол шалбар 1950 теңге тұрады. Сосын Катонға барасыз, сол шалбар 2000 теңге тұрады. Қайсыдан аласыз? Аха, алмайым деген вариант жоқ. Қайсыдан алам деп айтасыздар. Фудкортқа барасыздар, фудкорт бар ғой, тамақ ішетін жер. Көз жайнайды, барасын, Баханди тұрады, KFC тұрады, суши тұрады, барлығы тұрады. Қайсын жейсіздер? Жейсіздер по-любому. Сізде вариант қандай болады? Мен қайсын жеймін деп айтасыз ғой. Сол KFC айдалада тұрса, KFC жеймін ба, жемеймін ба деген сұрақ туындаушы еді сіздер негізі. Сосын мен қарадым. Мына цветочный магазиндар бар ғой, гүл сататын магазиндар. 10 магазин қатарынан тұрады ғой. Машинамен келе қалсам, барлығы есін ашады. Ең қызығы барлығында сауда жүріп тұр ғой. Неге? Конкуренция. Мен қайсынан гүл алам, гүл алмайым деген вариант қалмады деген сөз. Енді неге айтып жатырмын? Бұл маркетинг қой. Неге сол маркетингті мектепке де енгізбеске? Және барлығымыз адалдықты беретін болсақ, әрбір мұғалім не айтады? Мен адалдықты үйренбеймін деген нәрсе жоқ. Және әркім жеке-жеке беретін болса, бағана кола аппарат секілді жалғыз қалып қоямыз. Мен адалдықты үйренеймін ба, үйренбеймін ба деген вариант қалды. А осы жерде адалдықты бәрі үйретсе, мен адалдықты қай мұғалімнен үйренемін деген вариант қана қалады. Үйренбеймін деген вариант жоқ. Себебі мына кісінің сөзі 25 баланың 5-еуіне ғана өтуі мүмкін. Мына кісінің сөзі сол қалған 5-еуіне и примерно 5-6 мұғалім бүкіл сыныпты қамтуы мүмкін да. Себебі кейбір жаман деп айтпай қояйын, сотқар, бұзақы балалар болады, тезірек балалар. Әрбір адамға көне бермейді. Мүмкін именно сол адамға сіз жол таба аласыз. Неге айтып жатырмын? Біз оларға жағдай жасауға выборды бермеу керекпіз. Не себебі қайсынан алам деген таңдау ғана беру керекпіз. Көрдіңіздер ма? Оказывается, мектептің өзіне бизнесті жақсы жағынан маркетинг ретінде енгізіп тастауға болады. Сол жалпы құндылық дегеніміз осы. Ертең жақсы ұрпақ тәрбиелейтін болсақ, еліміздің болашағы, еліміз дамытатын осы азаматтар. Тағы да айтамын. Әр қайсыларыңыз алдыңызда мұғалім болғанда кем дегенде 2000 оқушы өтеді. И сол 2000 оқушының өміріне әсер ете алсаңыздар, вот. Значит, сіздер өз миссияңызды орындадыңыз деген сөз. Мұғалім ретінде миссияңызды. Сұрақ. Мен бала кезде арманым тамада болу еді негізінде. Ойлағам, тамада болайын. Сосын бір досым келді, сәке, саған не маңызды? Қалтаның байлығы маңызды ма, қалтаның қалыңдығы маңызды ма, или адамдардың өмірі маңызды ма деді. Мә дегенсің ғой. Айттым, ладно, адамдардың өміріне әсер етіп көрейін дедім. И Құдайға шүкір осы жаққа келдік. Енді как минимум осындай аудитория той болмаса да осындай конференция жүргізуге тырысатым, семинарлар. Көптен көп рахмет жігіттер. Танысқаныма қуаныштымын. Сұрақ жоқ па? Жақсы, рахмет жігіттер, қуаныштымын. Жігіттер, рахмет. Осыға.